Орамалдың толық қалай тігілетін видеосы осы жерде көрсетілген. Мына қажетті заттары, мына лекаламызды осылай қоямыз. Матаның бой өлшеген кезінде матаның үстіне лекаланың бойымен қайырып инемен міндетті түрде қадап аламыз. Мінекей қазір қайшымен қырқып, осы матадан бізде 1/10 2 орамалдың кусогы шығады. Бір орамалда 3 кусоктан тұрады. Міне бірінші орамалдың основной кусогын үлкенін қырқып алдым. Мына екінші орамалдікі, оның кейін өзіңіз тіге бересіз. Қазір мына жерден 2 орамалдың да бантигі шығады. Ені 17, ұзындығы осы ұзындықпен бірдей болады. Өзіңіз білесіз, кішкентай қыласыз, ұзын қыласыз. Бұны бантик ұзын болса, сондай бір көлемде әдемі болады. Бантиктің ені 17, мінекей сызылғаннан көрініп тұрған шығар. Қазір қырқып аламын. Одан кейін артындағы кусогын аламын. Кусогының мінекей 3-ші кусок арқасына резина тағатын, ені 8, ұзындығы 20. Былай мен көктеп қойдым. Қайырылған жер маған қазір жүк түсірген кезінде ориентир болады. Мынау центрі, яғни төбе жағы орамалдың. Қазір осының бір шетіне, оң жақ бетіне мен жүк түсірем. Осы жерге 0,3 миллиметрлік сым аламыз. Түсін осындай серебристі алсаңыздар болады. Золото түстері де бар. 30 сантиметр қырқып алып, 2-ге былай бүктеп, мінекей 3 дана рондоли моншағын аламыз. Моншақтың размері 2 миллиметрлік, екілік деп айтады. Екілік рондоли, осындай золото түсті моншақ. Осы жерден біреуін қалдырамыз, бір қолымызбен ұстап, екіншісін осылай майыстырамыз да, мінекей. Мына екеуден, бос тұрғанды тек екеуден ғана өткіземіз, арғы бетіне қарай. Осылай қазір біреуден қосып, жайлап қосып, мынау қалады осы жерде біреуі бос боп. Ол қоңыздың қанатының ұшы. Біз қазір не істеп жатырмыз? Қоңыздың қанатын тоқып жатырмыз. Мінекей. Енді 3, мына жерде біреу болды, екінші қатар жасаймыз. Үшінші қатарды 3-дан аламыз тағы да. Тек бір сымға ғана өткіземіз. Тағы да майыстырамыз. Екінші сымды арғы бетіне өткіземіз. Жақсырап тартыңыз, қаттырақ тартыңыз. Шеті томпиып шығып қалмау керек. Мына шеттер томпимау керек. Мінекей. Енді 4 аламыз. Осылай 4, 5, 6, 7 деп 7 қатарға шейін қанатын жасаймыз. 7 қатардан жеткеннен кейін қайтып төмен түсеміз. 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп.
7 данаға дейін жеттік. Енді кішірейтеміз. 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп. Сонда қоңыздың қанаты шығады. Соңғы бір данасы қалған кезінде қыздар, соңғы бір данасыны 2 рет өткізбейсіздер сымды. Қараңыздар, міне осы жерде мұқият болыңыздаршы. 1 рет өткізесіздер, осылай бұрап аласыздар да, сымның ұшы қалып кетеді ғой. Сол қалып кеткен ұшты сол соңғы бір дананың тесігіне кіргізіп қоясыздар. Ол қолды жүріп кетуі мүмкін, ол ертең орамалдың матасын тесуі мүмкін. Сондықтан оның көрініп тұрғаны эстетикалық тұрғыда да бір шетінен әдемі көрінбейді. Мінекей қандай әдемі қоңыздың қанаты шықты. Міне осы жерге тасты қоясыздар да, қазір сантиметрін көрсетем, қанша сантиметр ара қашықта болатынын. Қиғашынан қою керек, кішкене қоңыз әдемі болып көріну үшін. Тіп-тіке болып тұрса да онша болмай қалады. Ара қашықтық 5 сантиметр, биіктігі центрден 8-9 сантиметрге дейін, 10 сантиметрге дейін қоюға болады. Осындай карандаштарыңыз болатын болса, өшіп кететін, осындай карандашпен белгілеп алсаңыз болады, немесе бормен, мелмен белгілеп алсаңыздар болады. Мінеке пяльцыға кіргіземіз, осылай кигіземіз. Қоңызды түске кірісеміз. В общем, собираем брошку. Бірінші ыстық желіммен жабыстырып алып, ол енді тез жабысады ғой, сондықтан сол ыңғайлы. Болмаса өздеріңізде қандай клей бар, сол клеймен жабыстырып алып, тесіктерінен жақсылап осылай тігіп шығасыздар. Міне дайын болған қанаттарды осы жер тігіске түседі, төбесі мына ұшына жалғанады. Астына тігіске түсетін жерді, яғни матамен жанасатын жерді біз жіппен тігеміз. Сондықтан оны матаға жақындатып тақап жаңағы клейлейсіздер. Ыстық желім бастапқыда дұрыс, тез жабысады. Мінеке астына тақадым. Келесісін тура мынау бос тұрған жері бар ғой, сол жер толтырып, прям клейді жабыстырамыз. Және осылай
жанасып тұрған жерін, темірлерді көріп тұрсыздар ғой, жаңа сымдардың шығып тұрған жерлерін, соған сәйкестендіріп ине алып тігіп шығасыздар. Екі қанатын да осылай тігесіздер. Екі қанатын тігіп болғаннан кейін міне қазір екінші қанаты дайын болды. Осы жерді көктемей сразу аяқтарын тігіп кете берсеңіздер болады. Артынан қанаттың сразу артынан тігіп кете берсеңіздер болады. Көп түйін жасаған нежелательно, өйткені бұл мата жұқа болғандықтан түйінде берсеңіздер де онша әдемі болмай қалады. Екі қайтарып өтеміз. Осындай ұзын бисерлеріңіз болса, ұзын бисерді алып, немесе кішкентайды, қысқалары болатын болса, қысқаларды 2 данадан 3 данадан қосып қоңыздың аяқ қолдарын тіксеңіздер болады. Екі рет қана өтеміз. Өйткені көп 3 рет уже жіпте сыймайды, екінші шетіне матаға да ыңғайсыз болады. Мына жерде матаның арасымен өтіп, қоңыздың ортаңғы аяғына бара жатырмын. Осы жақтан қараңыздар, тесіп ары қарай өтемін де келесі аяғын жасап жатырмын қоңыздың. Қоңыздың қолдарын жасағанда тоже 2 данадан аламыз. Бұл жерде кішкене қолы қайырылып тұрған әдемі көрінеді. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты қолдарын әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Осы түйін деген кезінде ұшына түйіндеп қоймаңыздар. Түйін деген вышивканың арғы бетінде қалып кету керек. Басында қалып кететін болса болмайды. Түйін көрініп қалады. Мата прозрачный. Қоңыздың басын 2 осындай үлкендеу 6 миллиметрлік жаңағы немен жасап жатырмын. Тастармен, рондолимен және төбесіндегі осындай бөлшегін сәл басқа түсті рондолимен, яғни моншақпен жасап жатырмын. Міне қалған аяқтарында ары қарай осылай тіге бересіздер, қыздар. Ол жағын өткізіп жіберсеңіздер де болады, түсінікті болса. Мына тастар негізі үтікпен де жабысады. Осылай үтікпен қойып, үстіне марлы қойып үтікпен жабыстырсаңыздар да болады. Немесе осындай аппарат қолдансаңыздар болады. Размерімен, әр тастың өзінің размеріне байланысты насадкалар бар. Үстіне басып қоясыз. Осылай ары қарай ыстықпен асты жабысып қалады. Негізі бұл просто бір аппаратпен ғана жабыстыру өте опасный. Сондықтан мен бұны осылай жабыстырып болғаннан кейін арқасын артына қаратып клеймен де жабыстырам. Міне клеймен өзім уверенный болу үшін. Қоңызды да жіптерін бәрін клейлеп шығамын. Тесіктерін шығып кетпей, түйінделген шеттерін бәрі жабысады. Осылай міне біздің брошкамыз аяқталды.
Енді орамалда тігуге кірісеміз. Арттағы резинаның мынау сыртындағы матасы труба сияқты да. Міне бірінші тігіп аламыз, одан кейін зигзагпен немесе оверлокпен, осылай оверлок ыңғайлы болады. Енді азғантай жерге ішіне 7 см резина салып, осылай бекітіп алып, инемен екі шетінен тігіп шығамыз. Сонымен бізде артына резинасы дайын болды. Қоңыздың бетін жауып, яғни теріс қаратып бүктедім де инелермен қададым. Қазір мен осы қоңыз сиятындай кішкене тесік қалдырамын екі шетінен, және ол жер бізге резинаға болады. Осылай тігіп алам. Қараңыздар, бір тігіспен тіктім және оверлоктадым немесе зигзагтайсыздар. Осы тесік арқылы қоңыздың бер қаратып, оң қаратып орамалды шығарып аласыздар. Міне шықты. Бер қарай аударып алдым. Енді қараңыздар, мына жер теп-тегіс болды. Осы жерден бастап мен қазір тағы да тігіс түсіремін. Сыртынан до конца. Ол бізге резинаға қажет болады. Осындай ұзын жіңішке резинаны алып өткізіп шығамын. Түйрегішпен аяқ жақтағы резинаның ұшын бекітіп аламын. Қадап аламын инемен, сөйтіп төртбұрышты қылып тігіп шығамын. Осылай тігіп алдым машинкамен, және түйрегішті до конца өткізіп 13 см белгілеп алып, мынау жіңішке резинаның ұзындығы бізде 13 см болады. Негізі 20 см қысқа қылып та алып кейін қырқып тастасаңыздар болады. Бұлай ұзын қылып шұпыртпай резинаны. Осы 13 см өлшедім. Міне осы жерден қазір қырқып бекітіп алам. Тігіп алдым. Енді қараңыздар, мынау біздегі артқа резина жалпақ. Соны шетін кішкене қайыр жіберіп, ішке қарай кіргізіп, инемен қадап, осы жерде машинкамен тігіп қоям. Машинкамен тіктімін, қараңыздар қыздар, ішінде қалды. Қазір артық жіптерін қырқып тастайым. Орамал почти дайын болды, тек бантигі қалды. Зигзагпен бірге қойып, артындағы бантик мынау қыздар. Мен зигзагтап шықтым, бірінші бірге қойып. Сіздер оверлок болса оверлоктап алсаңыздар да болады. Мен қазір мынаны жинайын деп жатырмын, жирайын деп жатырмын бантикті. Оны қолмен жисаңыздар да болады, немесе төртке қойып, ең жаңа көріністері жалпақ тігіспен осылай бір тігіс өтіп шығып, бантикті жинап желбезек жасасаңыздар болады. Қолмен тіккенде әрине ыңғайлы, бірақ мына машинамен тігілген кезінде жинағанда желбезегіңіз бірыңғай болады. Мінекей бітті, ешқандай түйіндемеймін. Қазір мына жерден шығарып алып, жіптің төбесіндегісі бар ғой, мынау, сол төбесіндегі бір жіптен тартам. Осы бір жіптен тартқан кезінде жайлап өзі жинала береді. Міне, абайлап үзіп алмай, жақсылап жинап шығыңыздар. Мінекей, осы бантиктің центрін тауып алып, орамалдың қоятын жерін центрін тауып алып, осы жердегі складкаларын бәрін туралап, инемен центрін қадап алып, бекітіп аласыздар, ыңғайлы болу үшін, тігу үшін. Негізі манекенге қойып тіккен өте ыңғайлы, біркелкі болады. Міне осылай төбесіне қойып, екі қабат жіппен тігіп шығыңыздар үстінен. Кейін қайтарда тағы да астынан тігу керек болады. Екі қайтара тігемін. Мынау бір қайтара тіккен, астындағы резина тұр ғой, жіңішке резина жиналған. Вот соған жабыстырып, прям сапалы қылып тігіңіздер, складкаларын бәрін туралап.
Енді қайтар жолда тағы да осы жерді жақсылап бекітіп шығасыздар. Өйткені жаңаға тігіс бір жібі үзілсе қайтадан сөгіліп кетуі мүмкін. Өзіңіздің жаңағы клиентіңіздің алдыңызда уверенный, яғни сенімді сату үшін қымбат бағаға сапалы қылып тіксеңіздер, кейін қайтып клиентіңіз өзіңізге келетін болады. Мінекей сіздер көріп тұрғандарыңыздай осылай тігіп жатырмын, екеуін біріктіріп қайтадан. Енді осы жерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша жерден қадағаларыңыз келеді, сонша жерден ине қадап, орындарын бекітіп, әшейін жіп тігіп шықсаңыздар да болады, жіппен, немесе осылай түсіндегі жіппен, жаңағы қоңыздың өзінің цветімен бірдей қылып алдым, сондай моншақтармен тігіп шықсаңыздар, тігісіңіздер көрінбейді, өзіңіз білесіздер, қалай сіздерге ыңғайлы солай тіксеңіздер болады. Маған қарап тіксеңіздер болады. Міне бірінші бір рет өтіп алдым да едемді.